Бүгін су шаруашылығы мен ветеринария қызметкерлері күніне арналған мерекелік шара өтті. Салтанатты жиында сала дамуына үлес қосқан мамандар марапатталып, еңбегі еленді. Салтанатты шараға аудан әкімі Алмасбек Исмаханов қатысып, су шаруашылығы мен ветеринария саласының қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтады. Сондай-ақ қос саланың ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы мен халықтың әл-ауқатын арттырудағы маңызды рөліне тоқталып, сала мамандарының еңбегіне ризашылығын білдірді. Президентimiz Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмалары негізінде облыс әкімі Мұрат Мангужаұлының Ергешбаевтың қолдауымен ауданымызда су саласында ауқымды жобалар жүзеге асырылуда. Өткен жылы 4 елді мекеніміз таза ауыз суға кіріп, ал халқымыз 100% ауыз сумен қамтамасыз етілді. Бұл бағыттарда 1,5 миллиард қайтарылған қаражат есебінен тиісті жұмыстар жүргізілуде. Осындай жауапты кезеңде күн-түн демей еңбек етіп жүрген су шаруашылығы қызметкерлерінің кәсіби білімі мен тәжірибесі, жауапкершілігі ерекше маңызға ие. Қадірлі қауым, ендігі кезекте ауданымыздың ветеринария саласында еңбек етіп жүрген азаматтарға ерекше ризашылығымызды білдіргім келеді. Мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығының негізгі тіректерінің бірі, ал сол саланың тұрақты дамуы, төрткүліктің саулығы мен халық тұтынатын мал өнімдерінің қауіпсіздігі ең алдымен ветеринария мамандарының кәсіби еңбегіне байланысты. Медицина адамды емдесе, ветеринария адамзатты емдейді деген қанатты сөздің мәні өте терең. Ветеринария тек мал саулығы ғана емес, адам саулығын, азық-түлік қауіпсіздігін, экологиялық тұрғыдан қамтамасыз ететін маңызды сала. Мерекелік жиында өз ісіне адалдық танытып жүрген бірқатар қызметкерге Қазақстан Республикасының су ресурстары және ирригация министрлігінің, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің, облыс және аудан әкімдігінің марапаттары табысталды. Орынбасарымыз Жеңіс Сахиқызы марапатталды. Тыныбай бағытындағы тазалық су торабы өндірістік учаскесінің жұмысшысы. Облыс әкімі орынбасарының алғыс хатымен. Кәсіби мереке қарсаңында еңбегі еленген қызметкерлер марапаттың маңызын айтып, алдағы уақытта да өз міндеттерін абыроймен атқара беретіндерін жеткізді. Бүгінгі мына іс-шарада біздің кәсіби мерекеміз 10 шілдеге сәйкес мына еңбек даңқы төсбелгісімен марапатталып жатырмын. Еңбегіміз еленіп жатыр, халқымызға рахмет. Әрдайым осылай абыройда, биікте, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, еңбекті жасай берейік еңбегіміз елге. Осы мейрамға байланысты барлық әріптестеріме мейрамдарыңыз құтты болсын дейін. Сосын үкіметімізге рахмет айтамыз, еңбегімізді бағалап, осындай марапат жиналыс өткізіп, құрметтегендеріне. Салтанатты шара аудан өнерпаздарының мерекелік концертімен жалғасты. Өнерпаздар ән мен күйден шашу шашып, кәсіби мереке иелеріне ерекше құрмет көрсетті. Зере Аралбайқызы, Ерқанат Асаутаев, Серік ТВ телеарнасы.